Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері бүгінгі күннің екінші жаңалығы дайын. Реал Мадрид клубы ендігі кезекте қатарларына Хакимиді қоспақшы. Барселонаның таланты Гавиді осы күйінде дәл қазір алып кетейікші деп отырған клубтар бар. Златан Ибрагимович мен Миланды чемпион қыламын деп отыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылмай қарап жүрген достар болса, дәл қазір жазылып қойыңыздар. Себебі біз қазір күніне 2 видеодан шығарамыз. Футбол ақпараттарынан қапы қалмаңыздар. Еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды да баса отырыңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Қазіргі таңда Байердің бас бапкері Хави Алонсо жайлы ақпараттар көп. Хави Алонсоны кетеді дегенге нақты сенеді Байердің ойыншылары, және де Байердағы көңіл-күй жақсы емес. Ең негізгі маман, ең негізгі адам клубтан кетіп қалса, клубтың болашағы жоқ сияқты сезіліп жатыр екен. Сондықтан да Байердің ойыншылары да жан-жақтан ұсыныстар келсе, барынша қарастыру үстінде. Енді Хави Алонсоның Байермен келісім шарты бар, және де егер Байерді басқа команда клуб алатын болса, оның өтемақы құны 15-20 миллион евро болады деген сияқты ақпараттар шыққан болатын, бірақ та оның бәрі бейресми, қате, дұрыс емес ақпараттар болып саналды. Байер мен Хави Алонсоның арасында қағаздық, құжаттық келісім шарт емес, азаматтық қана келісім шарт бар. Басқа клубтар Хави Алонсоны алатын болса, Байерға еш нәрседе бермейді деген ақпараттар шығуда. Енді Бавария негізі ресми түрде ұсыныс жасаған жоқ әзірге дейді. Бұның бәрі жалған ақпарат деді Билд басылымы. Ал енді Ливерпуль клубы шынымен де ұсыныс жасаған Хави Алонсоны Байердан алуы үшін. Не дегенмен де енді таңдау Хави Алонсода. Бавария клубы алдында айтылғандай ақ ұсыныс жасамаса жасамаған шығар, бірақ та қазір ұсыныс жасап жатқан тәрізді. Себебі Баварияның басшылықтары хатты жіберді дейді. Хави Алонсоның өзіне де, агентімен де келісуге дайын, және де келіссөздер жүргізуге де дайын екендерін жеткізіп жатыр. Әйтеуір, Құдай оңдап, Бавария кеше Лациодан өтіп, Томас Тухель әзірге Баварияда қала беретін болды. Бізде футбол түні жалғасуда, достар. Біздің серіктесіміз сенімді Париматч. Егер де өзіңіздің есебіңізді Париматчтағы шотыңызды толтыратын болсаңыз, 150 мың теңгеге дейін дәл қазір бонустар беріп жатқан жайы бар. Ол бонустардан қапы қалмайын, алайын, тіркелейін, есебімді толтырайын десеңіз, осы видеоның астында Telegram сілтеме тұр. Сол жерге кіретін болсаңыздар, сіздердің бонустарыңызды беретін болады. Видеоның астындағы сілтемеге өтіңіз. Реал Мадридтің басшысы президенті Флорентино Перес бір PlayStation мен карьера ойнап отырған сияқты. Ең мықтылардың бәрін өзінің клубына жинап жатыр. Енді Хакими қалған еді. Хакимиді да Ашрафты өзінің командасына қосқысы келеді, және де бірінші қадамдарды бастапта үлгерген екен. Қазір Трансфермаркет порталында Ашраф Хакими 65 миллион евро тұрады. Ал Парис Сен-Жерменмен келісім шарты 2026 жылға дейін. Енді Альфонсо Дэвистікінен сәл ғана бір жыл ғана артық екен. Қазіргі таңда Ашраф Хакими Парис Сен-Жерменмен келіссөздер жүргізуге қарсы, асығар емес, және де келісім шартты созғысы келмейді, қарастырып жатыр. Енді оның ең үздік досы, жақын досы Килиан Мбаппе де Реал Мадридқа кетіп бара жатыр. Реал Мадридқа кілең мықтылар, ең мықтылар жиналып жатыр, таңдаулы ойыншылар жиналып жатыр. Ашраф Хакимидің да барғысы келетіні белгілі. Ал енді Реал Мадрид 65 миллионнан төмен ақшаға сатып алады Ашраф Хакимиді. Хакими енді бұрында Реал Мадридтің ойыншысы болды, білесіздер. Сол жақ сатып жібергені үшін ішінде қандай да бір өкпе, назы болмаса, неге қайтадан барып қосылмасқа? Рабио Ювентустан кетеді деген ақпараттар шығуда, себебі жаңа келісім шартқа келе алар емес. Ал енді Рабионың келісім шарты осы маусымнан кейін аяқталатыны белгілі. Адриано Рабио жаңа келісім шартқа келісе алар емес. Былтыр өте тамаша былтырғы маусымда ойын көрсетті. Биыл ондай керемет ойын емес, бірақ та Ювентус үшін ең белгілі белді ойыншылардың бірі болып әзірге саналады. Енді жаңа келісім шарт жасайын десе, Адриано Рабио өте
үлкен көлемде жалақы сұрау үстінде. Өзіне қызығып отырған командалар бар екенін біледі, өзінің құнын біліп тұр. Сондықтан да Ювентуста тығырыққа тіреп тұрған жайы бар. Негізі Рабио осы Ювентусқа ғана жарасатын сияқты, басқа клубқа барып, бір екінші демі ашылып, қырып жойып кетеді дегенге мен өз басым өте қатты сене қоймаймын. Енді осы соңғы ұсыныстардың бірін жасап көреді Ювентус клубы Рабиоға. Егер сол жерде нақтыланбаса, келісілмесе, басқа ойыншыларды қарастыра береді. Ювентус клубында тамаша нұсқалардың бірі Горецка. Горецканы Бавариядан алғылары келеді. Горецканың қазір Томас Тухельмен қарым-қатынасы жақсы емес. Горецка жартылай қорғаушы болғанына қарамастан қазір орталық қорғаушының рөлін атқарып жатыр. Және де Томас Тухельдің өзі айтқан, Горецка маған керек емес деп. Томас Тухель өзі де Бавариядан кетіп қалуы мүмкін, бірақ соған қарамастан Горецкада басқа жаққа кеткісі келетінін жеткізіп жатқан жайы бар. Дегенмен кешегі ойында Горецка Чемпиондар лигасында өте тамаша ойын көрсетті. Бүгінде Чемпиондар лигасы жалғасады. Естеріңізге сала кетейік, біздің сенімді серіктесіміз Пари матч өте тамаша бонустар ұсыну үстінде. Әлемдік футболдың соңғы ақпараттарына сүйенетін болсақ, Гави Барселонадан кетеді деген ақпараттар жиі шығуда. Гавиге қызығып отырған клубтарда анықталып жатыр, және де Гавиді егерде 100 миллионның үстінде ақша болатын болса, сатуға дайын деген мәліметтерде шығып жатыр. Гавидің өзінің трансфер маркет порталындағы құны 90 миллион евро тұрады қазіргі таңда. Енді оған қызығып отырған топ клубтар Манчестер Сити бар. Оның қасында Бавария клубы бар, онымен бірге Парис Сен-Жермен бар. Енді осы үш клуб Гавиді қатарларына қосқысы келеді. Гави осы маусымда жарақат алып қалған болатын. Осы маусым бойы шықпайды, келесі маусымда алаңға бірақ шығады. Бірақ та алаңға шыққан кезде қандай болып оралады, ол белгісіз. Сондықтан да Сити, Бавария, Парис Сен-Жермендерге әлі бақылап көру керек тәрізді. Себебі Фатиді білесіздер, Фатидан қандай үміт күтті Барселона. Жаңа Месси деді, Мессидің номерін де берді. Бірақ та бір жарақаттан кейін бұрынғы Фатиді таппай қалды барселоналықтар. Біз Гавиға ондайды тілемейміз. Гавимен бәрі жақсы болсын, бұрынғы деңгейінен де жоғары деңгейде қайтып келсін деген тілектеспіз. Енді Барселонаның жанкүйерлері ішінен Гавиді сатпай қойса екен, Гавиді сату ақымақтық, ол деген Барсаның болашағы деп ойлауы мүмкін. Жәнегі Фатимен де сондай ой болған. Фатиді сату өте ақымақтық, ол ертең өседі, команданың көшбасшысына айналады деп сенген еді, жарақаттан кейін болмай қалды. Бірақ та оған жарақат алмай тұрғанда Манчестер Юнайтед 100 миллион евро ұсынған еді. Сатудан бас тартты. Қазір де Гави ертең қалай болып оралатыны әлі де белгісіз. Қазір бірақ осы үш клуб қазірдің өзінде алып кетуге дайын екендерін айтып жатыр. Қандай шешім қабылдағаны дұрыс Барселонаның? Өздеріңіздің ойларыңызды пікірге жаза отырсаңыздар болады. Златан Ибрагимович ресми түрде жұмысына кірісті. Миланды дүркіреген өзінің баяғы дәуреніне келтіремін деп, жұмыс жасаймын деп уәде берді Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимовичқа көп нәрсе байланысты болады енді Милан клубында. Милан клубына ендігі кезекте Златан Ибрагимович жастарды алып келгісі келеді, және де жастардан жасақталған жақсы құрам деп санайды. Қазіргі Миланның құрамын, қазіргі өздерінің белді ойыншыларын ешқайда сатпауымыз керек дейді бірінші жұмысы. Екінші жұмысы бапкер. Бапкер жағынан енді қателеспеуіміз керек. Қазіргі бапкердің өзі тамаша, қазіргі бапкерге көңілі толатынын айтады, бірақ та үзілісте керек екенін айтып жеткізді. Егер де бапкер алып келетін болсақ, Миланға тек қана Антонио Контені алу керек деген ұстанымда отыр Златан Ибрагимович. Осындай ұстанымдары бар. Златан Ибрагимович Миланның орны тек қана 4-1 чемпиондыққа лайық команда, және де чемпион болады да жақын арада. Ал Милан чемпион болу үшін мен барымды саламын деді. Әрине, биыл келесі жылы бәрі жетістікке жетіп жақсы болып кетпейді. Жұмыстар жай жасалған жұмыстардың кейін нәтижесін көрсетеді. Ал Миланның жанкүйерлері, басшылары Златан Ибрагимовичқа сенеді. Бүгінге осы достар, бүгінгі ойындарға баршаларыңызға сәттілік, жасаған болжамдарыңыз бәрі сәтті шықсын деген тілектеспіз. Және де болжам жасайын бәстігем десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Пари матч өте жақсы бонустар беріп жатқанын айта кетейік. Біздің арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнделікті
2 жаңалықтан шығаратын боламыз. Бұдан бұлай бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Назарларыңызға рахмет.